Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен 9 сыныпта қазақ әдебиеті пәнінен атадан қалған асыл сөз бөлімі бойынша шешендік күші шындық тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Ой қозғау әдісі бойынша төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, қазақ шешендік өнерінің алғашқы кезеңінің өкілдері кімдер? Екінші, Майқы биден қандай нақыл сөздер қалған? Үшінші, шешендік өнер 14 ғасырда кімдердің есімдерімен жалғасып өркендей түсті? Төртінші, Майқы би қандай даналықтарға сүйене сөйлеген? Бесінші, халық арасында кеңінен таралған түгел сөздің түбі бір, түбі атасы Майқы би дейтін қанат сөздің мағынасы неде? Осы сұрақтарға жауап беру үшін экранға назар аударыңыздар. Шешендік сөз үлгілерінде шешендердің, көпті көрген данағарттардың немесе ғұламалардың белгілі бір сала бойынша өмірден түйгенін өзінен кейінгілерге үйрету, баулу мақсатында айтылған үлгілі сөздері, ұлағаттары халықтың сан ғасырлық өнегөсі жатыр. Ғасырлар бойы қордаланған ұлттық тәлім-тәрбие, салт-сана, дүниені тануға арналған шешендік сөз нұсқалары ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған. Шешендік сөздер ұлттық тәрбиенің қайнар көзі. Шешендік сөздер негізінде халықтың рухани адамгершілік мұраттары, ізгілік, әдептілік, қайырымдылық, имандылық тағы басқа туралы ой тұжырымдары жатыр. Қазақ даласында билердің басқару қатынастарында шыншылдық, әділдік және адалдық сияқты моральдық құндылықтарды тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінді. Билердің шешімі мен шешендік сөз үлгілері қоғамдағы игіліктің, құқықтық тәртіп пен бейбітшіліктің күшіне айналды. Ұлттың ұрпақ тәрбиелеуі, өткенін саралап, өмірлік тәжірибесін келешекке беруі, құқықтық мәселелерді реттеуі бәрі сөз арқылы жүзеге асты. Өнер алды қызыл тіл болатыны да сондықтан, көпті көрген көненің белгілі би, беделді ақсақалдың жасөспірім, жаңа ұрпақты сынауының, оның бойындағы озығын дәріптеп тозығынан бездіруді көздеген шешендік сөздердің астарында да ұлттық тәлім-тәрбие, біліктілік пен білім жатыр. Қазақтың шешендік тапқырлық нақыл сөздерін жинап жариялағандардың бірі Ыбырай Алтынсарин. Ол халық даналығының жас ұрпақты тапқырлыққа, өткірлікке, адамгершілікке баулитын тәрбие құралы екенін жете таныды. Оларды қазақ хрестоматиясы еңбегіне орнымен енгізіп пайдалана білді. Білім алушылар, шешендік өнерді ғылыми тілде риторика деп атаймыз. Қазақтардың шешендік өнерінің алғашқы нұсқалары түркі халықтарының Орхон-Енесей ескерткіштер мен көне жазба мұраларынан табылған. Шешендік сөздер мен шешендік өнерді 5 кезеңге бөлеміз. 1-ші, 11-ші, 13-ші ғасырлардағы Майқы би мен Аяз би, 2-ші, 14-ші, 15-ші ғасырлардағы Асан қайғы мен Жиренше би, 3-ші, 15-ші, 18-ші ғасырлардағы Шалкиіз бен Бұхар жырау, 4-ші, 18-ші ғасырдағы Төле, Әйтеке, Қазыбек би, 5-ші, 18-ші, 19-ші ғасырлардағы хан сұлтандарға қарсы шыққан Байдалы, Тіленші, Тарақты, Тұяқ, Шалқар шешен. Бек болыстарға қарсы шыққандар Махамбет, Бала би, Досбол, Сырым батыр және тағы басқалары. Шешендік сөздерді 3 түрге бөлеміз. Шешендік арнау өмірде сан алуан оқиғаларға, белгілі бір адамдарға арналып айтылған. Шешендік толғау айтушының табиғат құбылыстар мен әлеуметтік өзгерістерге өзіндік көзқарасын көрсету. Шешендік дау жер дауы, жесір дауы, құн дауы, ар-намысқа байланысты тапқыр сөздер. Міне шешендік сөздердің түрлері осылай 3 түрге бөлінеді екен. Енді шешен деген кім? Шешендік сөздер деген не? Тапқыр сөздің иесі, көп оқыған, көп білетін, тілге, сөзге жүйрік, әдет ғұрыпты толық білетін, ойы ұшқыр адамды шешен дейміз. Тауып айтылған сөз, даналық, көрікті де әсерлі, нақыл, білгір, білімді, түйінді, мағыналы сөзді шешендік сөз дейміз. 300-дің биі
Ұлы жүздің биі Төле би, орта жүздің биі Қазыбек би, кіші жүздің биі Әйтеке би. Келесі кезекте топтық тапсырманы орындаймыз. Бірінші топ қазақ әдебиетінің ерекше бір жанры шешендік сөздер. Екінші топ шешендік сөздердің жанрлық түрлері. Үшінші топ қазіргі шешендік сөздер тақырыбында эссе жазатын боламыз. Дескриптор. Білім алушылар көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады. Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады. Үш бидің ортақ қасиеттерін топтастыру әдісі бойынша толтырыңдар. Үш бидің ортақ қасиеттерін өз толтырған нұсқаларымен салыстырыңдар. Үш бидің ортақ қасиеттері атақты шешендер, жеті жарғы, әдет ғұрып, заң жинағын шығаруға үлес қосқан билер, Тәуке ханның кеңесшілері, мемлекет және қоғам қайраткерлері, ұлт тәуелсіздігін, бостандығын, татулық бірлігін насихаттаушылар. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру бөлімінде білім алушылар мен таңдаған тұлға, аты жөні, мекені, қайдан білім алған немесе осылай қалыптасуына кім ықпал еткен, оның сөз саптау ерекшелігі қандай, ойын жеткізуде қандай көркемдегіш құралдарды қолданған, мен өз бойымнан оған ұқсайтын қандай қабілеттерді байқадым деген сұрақтарға жауап беру арқылы өзінің ұнаған шешенін мына кестеге толтыратын болады. Келесі кезекте білім алушылар үйге тапсырма алады. Үйге шешендік күші шындық тақырыбында эссе жазу беріледі. Білім алушылар, бүгін біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.